Саламатсыздар ма балалар? Бүгін қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағын бастаймыз. Білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы көкөністер жеймін. Мысалдар шығарамын. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл-күйімізді ретке келтіріп алайық. Математика сабағын жақсылап ұғып аламыз, сәулесі деп сананың мәнінен ой табамыз. Ал балалар, тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада бош пісіруге қажетті көкөністерді жина, сызып қос. Мына жерде суретте бірнеше көкөністер берілген. Әр көкөністің астында есеп тұр. Сол есептерді қосқанда мәні 7 шығу керек. Және қызыл кастрюльдің сыртында қандай сан жапсырылған? Дұрыс, 7 сан жапсырылған. Демек, біздің есебіміздің мәні 7-ге тең болу керек. Бірінші суретте орам жапырақ берілген. Орам жапырақтың астындағы есепті оқиықшы кәні балалар. 6 қосу 1 тең 7. Демек, есептің мәні 7-ге тең болатын көкөністерді кастрюльге сызып қосамыз. Ал енді балалар, бізге қосымша логикалық тапсырма беріліпті. Ауызша орындап жіберейік. Анам орам жапырақты, қызанақты және қызылшаны жасыл, қызыл, көк түсті тәрелкелерге салды. Орам жапырақ жасыл тәрелкеде емес. Қызанақ жасыл да, қызыл да тәрелкеде емес екені белгілі. Ненің қай тәрелкеде екен айт. Балалар, көңіл-күйімізді көтеріп, сергіту сәтін жасап жіберейік. Оңға, солға иіліп, белімізді жаттықтырайық. Түзу тұрып иілеміз оң жаққа, дәл солай иілеміз сол жаққа. Жаттығуды қайталай, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Жаттығуды қайтала, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, оңға иілеміз, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, солға иілеміз. Жаттығуды қайтала, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Балалар, көңіл-күйімізді көтеріп сергіп алсақ, екінші тапсырманы бастайық. Екінші тапсырмада қаламен бастырып жаз. Бұл жерде 1, 2, 3 саны берілген. Сол сандарды карандашпен үстінен бастырып, әдемі көркем етіп жазамыз. Балалар, біздің соңғы 3-ші тапсырмамызда суреттерді жазумен сызып қос. Бұл жерде бірнеше көкөністер берілген. Сол көкөністерден есеп құрастырып, жанындағы есептерге қосамыз. Біреуін мысал ретінде қазір сызып көрсетемін, соған қарап қалғандарымен жұмыс жасаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасаймыз. Сау болыңдар балалар.